Таң шапағы. Қазақ даласының үстінен жаңа дәуірдің күні күлімдеп көтерілді. Бұл Жамал. Оның жанарында мұң емес, ертеңге деген шексіз сенім мен оттай жанған үміт бар. Ескі мешеуліктің қараңғы түнегі сейіліп, қазақ үйінің есігінен жарық сәуле енді. Қолына кітап ұстаған қазақ қызы жаңа өмірдің, білім мен парасаттың алғашқы қарлығашы. Ауыл шетінде бой көтерген жаңа мектеп, болашақ бақыттың іргетасы іспетті. Еркіндік желімен тербелген қыр гүлдері, Жамалдың азаттық алған жанындай құлпырады. Қағаз бетіне түскен әрбір әріп, бақытқа бастайтын мүк қадамның белгісі еді. Оқыған әйел, оңған халық. Жамал өзімен бірге бүкіл ауыл әйелдерін білімге жетеледі. Ғасырлар бойы құрсау болған ескіліктің шынжыры үзіліп, еркіндік құсы көкке самғады. Қала мен дала тоғысып, қазақ қоғамында соны серпін жаңа тыныс пайда болды. Кеңдік пен құқық тек сөз емес, бұл Жамал сияқты мыңдаған арудың шынайы жеңісі. Дала төсіндегі алғашқы соқаның ізі жаңа тарихтың басталғанын паш еткендей. Болашаққа нық сеніммен қараған қазақ қызының бейнесі асқақ рухтың көрінісі. Бақыт деген таңғы шықтай мөлдір, дала гүліндей нәзік, бірақ таудай берік ұғым. Поэзияның құлагері Ильяс ақын бұл шығарманы қуанышпен, шабытпен тербетті. Тарих доңғалағы алға жылжып, бақытсыздықтың күні батып, бақыттың таңы атты. Ильяс Жансүгіров бұл шығармасы арқылы ұлттың оянуын, әйел затының биік мәртебесін дәріптеді. Бақытты Жамал бұл тек шығарма емес, бұл азаттық алған халықтың жарқын әнұраны. Бүгінгі білімді ұрпақ сол кездегі Ильяс аңсаған бақытты Жамалдардың жалғасы. Күміс күлкімен жарқын жүздер, азат елдің баға жетпес байлығы мен сұлулығы. Бақыт, білім мен бостандықта. Бұл ақынның бізге қалдырған басты аманаты. Ильяс Жансүгіров, бақытты Жамал. Еркіндік пен бақыттың мәңгілік шежіресі.